Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге мен Динара Еселбаева, қазақ тілі мұғалімі. Осы уақытқа дейін тек қана Instagram парақшасында белсенділік танытқан едім. Енді бүгіннен бастап мен YouTube желісінде де өз видеоларымды жариялап тұрамын. Ал бүгін бізде эксклюзивті подкаст форматында алғашқы сұхбат болайын деп жатыр. Және менің қонағым ақылды да сұлу, әдемі орыстың қызы Анна Гельмиярова. Анна, сәлеметсіз бе? Рахмет, Динара жан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Өте жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсы. Алматыға қош келдіңіз. Көш көрдім. Көш көрдік. Жақсы, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Бәрі ұнап жатыр. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет, мен де қуаныштымын. Қалай, уайымдап отырған жоқсыз ба? Иә, кішкене ойымдамаймын. Ойымдамаңыз, бүгін бәрі ойдағыдай өтеді. Мен де аздап қобалжып отырмын. Бірақ бүгінгі біздің подкастымыз, сұхбатымыз өзінің деңгейіне, мәресіне жетеді деп ойлаймын. Анна, мен сізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтейін. Кімсіз, несіз, жалпы не үшін мен сізді шақырдым? Анна бұл менің оқушым. Қазақ тілін бірнеше уақыттан бері үйреніп жүр, және біршама жақсы деңгейлерге жетті, және Аннадан қазақ тілін қалай үйренді, қазақ тілін қалай дамытып жатыр, сол туралы сұрау үшін мен Аннаны бүгінгі біздің студиямызға қонаққа шақырдым. Анна, енді өзіңіз қысқаша кімсіз, қайдансыз, қанша жастасыз, немен айналысасыз, сол туралы айтып кетсеңіз. Жақсы, менің атым Анна. Мен Астанада тұрамын. Менің кішкентай отбасымен бірге. Менің күйеуім, қызым бар, аты Амелия. Оған сәлем беремін. Күшті. Амелия қанша жаста? Амелия 5 жаста. Сол мен 32 жастамын. Қазіргі уақытта Қазылайн онлайн мектебінде атқарушы директор болып жұмыс істеймін. Керемет, жарайсыз. Сонымен құрметті көрермендер, Анна туралы біз кішкене ақпарат алдық. Енді Анна, мен сізге өзімнің ең бірінші сұрағымды қояйын. Сонымен, Анна, көрермендерге ең қызық сұрақ. Қазақ тілінде дәл осылай сөйлеу үшін сізге қанша уақыт керек болды? Негізі көп уақыт кетті. Өткені мен бірінші рет балабақшада қазақ тілімен танысып алдым. Бірақ біздің апаларымыз бізге не айтты? Байқаңыздар, қазақ тілін үйреніңдер, жақсылап үйреніңдер, 10 жылдан кейін бәрі қазақ тілінде болады. Бұл біздің қорқыныш болды. Қорқынышты мотивацияңыз болды. Да, мотивация емес, бірақ қорқыныш. Сосын мен мектеп кезінде оқыдым. 3-4 рет аптасына сабаққа қатысып, мүлдем сөйлей алмадым, өкінішті. Бірақ өте сөйлегім келді. Сонан кейін университетке Мәскеуге барып, университеттен кейін мен Қазақстанға қайттым. Содан кейін тұрмысқа шықтым. Ал сосын карантин кезінде мен сізге марафонға келдім. Содан бастап жақсылап үйрене бастадым. Әлі үйреніп жүрмін. Керемет. Анна, сонда нақтылайық. Сонымен сіз дәл осылай сөйлеу үшін қанша уақытыңызды жұмсадыңыз? 3 ай, 1 жыл, 2 ай, қанша уақыт кетті? Шын айтсам, мен біріншіден 3 ай қатты оқыдым. Сосын кішкене шаршап, демалыс алдым. Содан кейін 2 ай жақсылап оқыдым. Болды, жетеді. Сонымен сіз 5 ай жұмсадыңыз? Иә, мен 5 ай оқыдым. Алдыңғы уақытта мен тек практикаладым. Керемет, жақсы. Екінші сұрағым. Қазақ тілін үйренудегі мақсатыңыз не? Мақсатым оңай.
Қазақстанның азаматы болғандықтан мен еркін сезіну үшін үйреніп жатырмын. Және екінші мақсатым Амелиямен бірге сөйлесу қазақ тілінде. Ол менің кішкентай қызым. Оны үйреткім келеді. Оңай. Керемет. Қандай жақсы мақсат. Сонда құрметті көрермендер, егер біз балаларымыздың қазақ тілінде сөйлегенін қаласақ, онда ең алдымен өзімізден бастауымыз керек екен. Анна, сіз көп ата-анаға үлгі боласыз деп ойлаймын. Мен өзім үлгі болғым келеді. Дұрыс айтасыз. Әр адам ең бірінші өзіне үлгі болу керек. Тағы бір сұрағым бар. Қазақ тілін үйренуде қандай да бір қиындықтар болды ма? Менің ойымша әр тілде қиындықтар болады. Қазақ тілінде жалғаулар көп екен. Оларды бір-бірімен қосу қиын. Мысалы, досымдар деп айтуға болмайды. Достарым тек. Ал егер бір сөзге 4 жалғау қосылады. Мысал келтіре аласыз ба? 4 жалғауы бар сөздерді білесіз бе? Жалғау емес, кейде жұрнақтар да бар. Жұрнақтар да бар. Жалпы қосымшалар, суффикстер. Мен сізге мысал айтайын. Дом наших друзей. Осы жерде бірнеше жалғау бар. Соны қалай айтасыз? Достарымыздың үйі. Тамаша. Қараңыздар. Дос бұл бізде түбір сөз. Тар көптік жалғау. Ымыз. Өзіңіз айтыңыз. Ымыз қандай жалғау? Ымыз жүктік. Тәуелдік жалғау. Маңызды емес. Маңызды емес. Достарымыздың ілік-септігінің жалғауы. Сонда 3 жалғау, Достарымыз. 3 жалғау да, ол жалғау оңай емес, бірақ Анна өте дұрыс айтты. Жарайсыз, Анна. Тағы да қандай қиындықтар болды? Біріншісі жалғау деп айттыңыз, екіншісі мәселе бұл етістіктер. Етістіктер, орыс тілді адамдарға қазақ тіліндегі етістіктер қиындау, өйткені бір мағынасы бар, бірақ 2-3 етістіктер бірге қосу керек. Мысалы, сөйлеп жалғастыра беріңіз. Жақсы. Тағы қандай мысалдар? Жеп отыра беріңіз. 3 етістік. Мағынасы не? Жеп отыра беріңіз. Мағынасы не? Орысша мағынасы. Продолжайте кушать. Керемет. И в русском легко, да, там форма инфинитив, и потом основной глагол, который склоняется. А в казахском все склоняются. Всем что-то надо прибавить. Дұрыс айтасыз. Қызық, өте қызық. Ал сізге отыра тұрыңыз, тұра тұрыңыз, жата тұрыңыз деген етістіктер түсінікті ма? Түсінікті, қазіргі уақытта түсінікті. Мысалы, отыра тұрыңыз бұл не? Сесть, встать? Нет, чуть-чуть посидите, пожалуйста. Посидите. Ал тұра тұрыңыз, стоять, встать? Может быть, подождите немного. Подождите. Қызық. Өте қызық. Қазақ тіліндегі 2 етістік бірігіп, мүлде басқа мағына беруі мүмкін. Және бұл да қазақ тілінің бір қиындығы. Десе де, біздің Анна сонда етістіктерді үйреніп алыпты. Жарайсыз, Анна. Ал үшіншісі бұл күрделі сөйлемдер. Қазақ тілдің қоралымы басқаша, сол біріншіден оны түсіну керек. Мысалы, мен Динара сөйлеп отыр деп айттым. Деп айттым соңында. Өйткені бұл күрделі сөйлем. Сол үшін бір сөйлемдің ішінде басқа сөйлем бар. Шынымен қиын сияқты.
бізге қазақ тілді адамдарға қазақ тілінің қиындықтары білінбейді ғой. Біз бұл тілде байқамаймыз. Біз бала кезімізден сөйлегеннен кейін дәл сізге орыс тілі сияқты, мысалы маған әлі күнге дейін орыс тілі қиын. Орыс тілінде де бар ғой. Род категориясының өзі қандай қиын. Құдайға мыңда бір шүкір, қазақ тілінде род категориясы жоқ. Ол деген ано, ана, он, яғни ол деп айту арқылы біз көптеген проблемамызды шеше аламыз. Жақсы, Анна, қазіргі уақытта сіз қазақ тілін кімдермен практикалайсыз, немесе қазақ тілі сіздің өміріңізге қаншалықты қажет? Күнде мен 10%-ға қазақ тілін қолданамын. Негізі менің тілді ортам орыс. Тілдік ортаңыз, иә? Тілдік ортам орыс, бірақ мен мұғалімдермен жасасуға тырысамын қазақ тілінде. Сосын Амелиямен қарапайым фразаларды қолдануға тырысамын. Мысалы, даладан келгеннен кейін кел, қолымызды жуайық, тамақ дайын. Қарапайым фразаларды қолдануға тырысасыз. Қолдануға тырысамын. Сосын сатушылармен қазақша де сөйлеуге тырысамын. Ол оңай емес. Өйткені өзімді шығаруым керек. Дұрыс айтасыз. Содан кейін олар әрқашан қуанады. Менің айтқаныма әрқашан қуанады. Сондай мысалдар бар ма? Кім нақты сізді қолдады? Сіз. Жарайды, мен сіздің мұғаліміңізбін. Басқа сырттағы адамдар туралы айтайықшы. Мұғалім емес адамдарды айтайықшы. Мені қолдайтын адамдар бар. Біздің подписчиктеріміз. Кез келген уақытта біз инстаграмға видеоны салғанда міндетті түрде жылы сөздерді келеді. Өте керемет. Сол үшін сіздерге рахмет айтқым келеді. Мен үшін бұл өте маңызды. Содан кейін үйімнің жанында дүкендері бар. Оларға кіріп, сатушылармен қазақша де сөйлеуге тырысамын. Керемет. Олар сізге не айтады? Қазақша үйреніп жатырсыз ба? Сабақ қалай өтті? Жақсы ғой. Жақсы. Ұялмайсыз ба? Кішкене ұяламаймын, бірақ сөйлей бересіз. Сөйлей беремін. Дұрыс дейсіз. Бізге кез келген тілді үйрену үшін ең алдымен мына ұят деген нәрсені, барьер деген нәрсені жеңу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін дүкенге барып, немесе такси жүргізушілерімен қазақша сөйлесіп, ұялмай тек қана айта беру керек. Тек солай ғана біз өзіміздің қорқынышымызды жеңе аламыз. Солай ма, Анна? Дәл солай. Енді сіз қолдау жағынан айттыңыз ғой. Ал сын пікір жиі естисіз ба? Жиі емес, бірақ кейде болады. Мысалы? Мысалы, инстаграмнан да келеді. Кейде ашулы еркектерден келеді. Не дейді олар сізге? Не деп жүр олар? Неге? Білмеймін. Олар өмірге өкпелері, реніштері бар адамдар. Короче, вы поняли. Жоқ, жақсы. Не дейді олар сізге? Қате сөйлейсіз деп айта ма? Грамматикаңызға тисе ма? Әлде айтылымыңызға, яғни произношениеңізға тисе ма? Не дейді? Акцентім бар. Сосын өте баяу сөйлеймін. Оларда шыдамы жоқ. Жақсы. Сіз сол сын пікірге, яғни қазіргі заман тілінде айтқанда хейтке қалай жауап бересіз? Өзіңізді қалай сезінесіз? Мән бермеуге тырысамын. Жарайсыз. Дұрыс. Кез келген хейтке мән бермейміз.
Жақсы. Жалпы мен құрметті көрермендерге айтарым, біз егер өзіміздің айналамыздағы адамдардың қазақ тілінде сөйлегенін қаласақ, онда өзіміз қолдау көрсету керекпіз. Қателеріне мән бермей, айтылымдарына мән бермей, жөндемеуге тырысу керек. Олар қалай сөйлесе, соны қабылдай алуымыз керек. Тек солай ғана біз бір уақытта жақсы бір ізді қазақ тіліне келе аламыз. Жақсы, Анна, жарайсыз. Тамаша. Дәл қазір мен сізге бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз жақсы көретін қазақ тіліндегі 5 фраза. Вау. Айтып көріңіз. Қазіргі уақытта маған фразеологизмдер ұнайды. Керемет. Ұнап жүр. Мысалы, көзімді ашып жұмғанша. Мағынасы не? Тез-тез. Дұрыс айтасыз, тез-тез. Мысал келтіріп көріңізші. Амелия көзімді ашып жұмғанша өсіп кетті. Ал мағынасы не? Біздің көрермендерге түсінікті болу үшін аударып беріңіз. Я не успела глазом моргнуть, как Амелия выросла. Тамаша. Көзді ашып жұмғанша. Керемет. Ал екінші, тағы қандай фразеологизмді білесіз? Ит өлген жерде. Оны қайдан үйрендіңіз? Қайдан біліп жүрсіз оны? Білмеймін, сериалдан мүмкін. Жақсы. Мысал келтіріп көріңізші. Мысалы, мен қонаққа оларға бармаймын, өйткені олар ит өлген жерде тұрады. Демек, ит өлген жердің мағынасы не? Неизвестно где. Жердің бір жері бар. Ит өлген жер немесе жердің бір жері, то есть далеко, непонятно где. Алыс деген мағынаны білдіреді ғой. Алыс жерде. Жақсы, фразеологизмдер түсінікті, ал қарапайым ауызекі фразалар туралы айтайықшы, күнделікті өмірде естіп жүрген. Қойшы, кетші, жыныма тимеші. Жыныма тимеші деген... Түсіндіріңізші. Жыныма тимеші дегеніміз не беси меня, не раздражай меня деген мағынаны білдіреді. Сіз өзіңіз осы фразаны айтып көрдіңіз ба біреуге? Жоқ, айтпаймын, бірақ жиі ести аламын. Менен естідіңіз ба жыныма тимеші дегенді? Жоқ, біз жұмыс істейміз ғой. Жақсы, бірақ мен негізінде бұл сөзді кейде айтамын. Кейде күйеуіме айтамын. Кейде сіңіліме айтамын. Жақсы, түсінікті, Анна. Жарайсыз. Енді бір кішкене ойын ойнайық, сергіту үшін көрермендерге де мүмкін қызық болар. Қазір сізге қазақ тіліндегі қ дыбысынан басталатын 5 сөз айту керек. Көп ойланбайсыз. Бірінші шарты, екінші шарты құрт, қалам деген сияқты оңай сөздерді айтуға болмайды. Өйткені ол тым оңай. Сіз бізде орта деңгейде сөйлейтін оқушысыз, сол үшін сізге кішкене қиынырақ сөздерді айту керек, жарай ма? Бастаймыз. Біріншісі. Қарым-қатынас. Бұл не мағынасы? Взаимоотношения. Тамаша. Екіншісі. Құрылым. Бұл не? Состав. Структура, да. Дұрыс айтасыз. Үшіншісі. Қабат. Оңай сөз бе? Оңай сөз, мен бұны қабылдамаймын. Үшіншісі. Так. Қандай? Қабыл. Қабыл болу, иә? Қабыл болу. Күшті. Мағынасын білесіз ба? Что-то все будет хорошо. Достатки. Қабыл болу. Қабыл болсын, говорят. Пусть будет принято. Қабыл болсын. Жақсы. Бұл керемет фраза, керемет етістік. Төртіншісі. Безопасность. Қауіпсіздік және соңғысын айтып көріңіз өзіңіз. Подсказка бермеймін. Неге? Енді біздің көрермендерге қызық болу керек қой. Бір, екі, үш. Тырнақ. Тырнақтыдан басталады ғой. Соңында тұр. Жарайды. Жақсы, дәл солай енді с дыбысынан сөздерді айтып көріңізші. Сабын деген сөздерді айтуға болмайды, ол тым оңай. Қиын сөздерді айту керек. Бірінші, көп ойланбаймыз. Сабыр. Не ол сабыр деген? Сабыр, терпение. Дұрыс айтасыз. Екіншісі. Сезім, чувство. Үшіншісі.
сәулет, Не ол сәулет деген? здание, Архитектура. Күшті. Жақсы сөз. Төртіншісі. себеп, Не ол себеп деген? причина. Жақсы. Ең соңғысы қалды, Анна, тезірек. Сұрақ. Жақсы, жарайды. Оңай. Жарайсыз. Қыдан айттық, сыдан айттық, тамаша. Енді тағы бір соңғы ойын. Мен сізге орысша 3 сөйлем айтам, сіз маған соның қазақшасын айтасыз. Қорқынышты ма? Қорқынышты, бірақ мен тырысамын. Мен сізге сенемін. Сонымен бірінші сөйлем. Если бы я начала изучать казахский раньше, то сейчас говорила бы свободно. Ойлану керек еді. Егер мен қазақ тілін бұрыннан үйренгенімде, Тамаша. сонша еркін сөйлейтін адам болатын едім. Болатынды айтпауға да болады, сөйлейтін едім. Сөйлейтін едім. Керемет, жақсы. Екінші сөйлемім. Я не хочу, не желаю, чтобы в мире была война. Әлемде соғыс болғанын қаламаймын. Қаламаймын. Тамаша, жарайсыз. Және ең соңғы сөйлем қалды, Анна. Кішкене шыдаңыз. Аз қалды. Несмотря на то, что я русская, я изучаю казахский. Орыс болғаныма қарамастан, қазақ тілін үйреніп жүрмін. Керемет. Орыс болғаныма қарамастан, қазақ тілін үйреніп жүрмін. Жарайсыз, Анна, басқа не деймін сізге? Барлық сұрақтарға жақсы жауап бердіңіз. Сөйлемдерді жақсы аудардыңыз. Сізге бүгін 5 деген баға береміз. Сонымен, Аннажан, қазақ тілін білесіз, орыс тілін білесіз. Бұдан бөлек басқа тілдерді білесіз бе? Кішкене ағылшын тілін білемін. Кішкене бұл қалай? Орта деңгейде сөйлей аламын, әмелемен де сөйлесем. Айтпақшы, мен ағылшын тілін 2 жыл бойы оқыдым. 2 жыл бойы. 2 жыл. Өзіңіз оқыдыңыз ба, әлде белгілі бір курстарға бардыңыз ба? Курсқа бардым. Мектептен шыққаннан кейін мүлдем сөйлей алмадым, құрастыра алмадым, оқи алмадым. Не істедім мектепте білмеймін. Бәріміз сөйттік. Жақсы. Сол үшін курсқа қатысу керек болды. Одан кейін жақсырақ болды. Қазақ тіліне қарағанда менің ағылшын тілім кішкене жақсырақ. Солай ма? Осы сұрақты сізге қойғым келді. Ағылшын тілін жақсырақ білесіз бе, әлде қазақ тілін жақсырақ білесіз бе деп, бірақ сіз өзіңіз жауап бердіңіз. Сіз? Ағылшын тілін жақсырақ білемін. Жақсырақ түсінемін, бірақ бастағаннан кейін, тіл үйренуге бастағаннан кейін, бері, наверное, там нужно. Бастағаннан бері? Бастағаннан бері, да, что казахский я стала позже намного изучать, что я английский... Жоқ, қазақ тілін кейінірек оқи бастадым. Кейінірек оқи бастадым. Бірақ мен қазақ тілін кейінірек оқи бастадым. Енді сізге тағы бір сұрағым. Сізге қазақ тілінде 100% толықтай ойыңызды еркін жеткізе алу үшін тағы қанша уақыт керек? Мысалы, сіз 5 ай оқыдыңыз ғой. Тағы қанша уақыт керек? Жақсы оқысам, жарты жыл болады. Өзіңізге сенімдісіз, иә? Иә, сенем. Құрметті көрермендер, бұл өте керемет нақты уақыт, өйткені 1 жылдың ішінде Анна айтып отыр, егер мықтылап оқысақ, жақсылап оқысақ, қазақ тілінде еркін сөйлеп кетуге біздің барлық мүмкіндіктеріміз бар. Сол үшін сіздерге Анна тірі үлгілі оқушы деп айтуға болады. 1 жыл қазақ тілін жақсылап оқысаңыздар, қазақ тілінде сөйлеп кетесіздер. Анна, байқағаным бойынша сіз жалпы өзіңіз еңбекқор адам сияқтысыз. Өйткені 2 жыл ағылшын тілін үйрену, 5 ай қазақ тілін үйрену, ол төзімділікті, табандылықты талап етеді. Ал сіздің өзіңіздің жалығып кететін сәттеріңіз бола ма? Оқығыңыз келмей, шаршап? Иә, әрине болады. Әрбір адамда сондай жағдайлар болады. Менің де болады.
сонымен шаршап кетсем демалыс аламын, бірақ демалыстың ішінде бір нәрсе істеу керек. Подкаст тыңдау, әлде ән тыңдау, сериалды, телехикаяны көру керек. Күшті. Демек, сіз оқудан шаршаған кезде мүлдем кетіп қалмайсыз. Иә. Мүлдем тастап кетпейсіз. Сол тілде әрі қарай оқуды басқаша жалғастырасыз. Ән тыңдайсыз, сериал көресіз, кітап оқисыз ба? Мен үшін әлі кітап оқу қиын. Бірақ балаларға арналған кітаптарды оқуға тырысамын. Амелияға оқимын. Күшті. Оқып беремін, иә. Оқып бересіз, иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, Анна, енді ән, сериал деп айттыңыз ғой. Иә. Қазақша қандай әндерді жақсы көресіз? Немесе қазіргі уақытта заманауи әншілерді тыңдайсыз ба? Иә, әсіресе заманауи әншілерді тыңдаймын. Олар қазіргі уақытта әлемге танымал. Кімдер? 91, Мархаба Саби. Керемет. Сосын Мирас Жүгінусов. Тамаша. Сізден бір ән. Мейірімді бұл кім? Ғалымжан Молданазаров. Күшті. Ғалымжан Молданазаров, иә, ол да әлемдік деңгейдегі әнші. Иә. Сізден бір ән. Әнді жақсы көреді екенсіз, бір кішкене ән айтып беріңізші маған. Ұялмайсыз ба? Ұяламын. Қазір мен сізге көмектесем, мен де сізге қосылам, егер сөзін білсем. Зымыран. Білем, айтыңыз. Ұшам десен алысқа, сезім зымыран, құлаштайды ғарышқа, дәл осы тұста. Жақын емес алысқа, болғаннан соң ғашық, қолымнан ұсташы. Қолымнан ұсташы. Құрметті Мирас Жүгінісов, егер сіз дәл осы подкастты көріп отырған болсаңыз, Аннаға қолдау ретінде біздің комментариімізге өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Аннажан, рахмет, даусыңыз керемет. Өте танымал әнді орындап шықтыңыз. Жарайсыз. Енді сериалдар туралы айтайықшы. Қандай сериалдар қарайсыз? Қазіргі мысалы Абысындар, Аппақ келін, өте күлкілі. Комедия жанрында. Иә, комедия жанрында. Өте жақсы жасалған. Актерлары да күшті. Сюжеті қызық. Ең бастысы меніңше оларда субтитрлер бар, иә, тіл үйренушіге өте жеңіл сияқты. Сөздері түсінікті, оңай. Түсінсем, түсінбесем, ары қарай қараймын. Өйткені бұл миымыз қалай жұмыс істейді. Бәрі түсінуге міндетті жоқ. Бәрін түсінуге біз міндетті емеспіз. Жалпы түсінсек жеткілікті. Иә, жеткілікті. Жақсы. Енді сізден тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Кез келген тіл үйренушіде бір қызықты оқиғалар өтеді. Мысалы, бір сөзді дұрыс айтпауы мүмкін, жалғауды дұрыс жалғамауы мүмкін. Орыс тілінен де, ағылшын тілінен де өте көп қателерді жібердім, және ол тек қызықты сондай күлкілі жағдайлар болған. Сізде болды ма сондай? Иә, әрине болды. Егер есіңізде болса, айтып беріңізші. Иә, бір жағдай менің басымда әрқашан тұр. Өйткені ұятай. Неге ұятай? Ұят болса да айтамын. Біздің курсымызда бір оқушы оқыды. 1 жыл жарымда оқыды. 1,5 жыл оқыды, бірақ кішкене үзіліс алды. Үзілістен кейін оның әкесі маған жазысып жатыр. Осы оқушы дүйсенбіден бастап жалғастыра береді. Өте жақсы. Оның мұғаліміне бірден
жазамын. Арай Джозефина қайтыс болды. Жозефина, ол сіз оқушының атын айтпай тұрсыз, ауыстырып тұрсыз ғой. Ауыстырдым. Мұғалім маған не болды, қалай, жылайтын смайликтерді жіберіп жатыр. Мәссаған. Мен не болды, не айтқанымды Түсінбей қалдыңыз. түсінбей қалдым. Өте қорқынышты болды. Арайдан сұраймын, не болды, Арай? Жалғастыра береді, сабаққа қатысады, жалғастыра береді. Не болды? Сіз ана умерла деп айтыңыз. Қайтыс болу, ал мен қайту, возвращаться, мен құрастырылғанмын. Өзіңіз құрастырып алдыңыз. Мен өзім құрастырып алдым. Өзіңіз де қорқып кеттіңіз. Өзім қорқып кеттім. Бірақ осы оқиғаның арқасында сіз ешқашан қайтыс болу деген сөзді ұмытпайсыз. Ұмытпаймын. Ұмытпайсыз. Қызық. Мұғалім шокта болды. Жақсы, жарайсыз. Жақсы оқушы, осы оқушы білмейді. Ең басы бұл оқушы білмейді. Сонымен біздің сұхбатымыз соңына жақындап қалды. Жақын уақытта тәмамдаймыз. Анна, сізден сұрайтыным, біздің көрермендерімізге, қазақ тілін неден бастарын білмейтін көрермендерімізге қандай кеңес бересіз? Неден бастау керек? Күнделікті фразалардан бастау дұрыс болады деп ойлаймын. Мүлдем грамматиканы білмесеңіз, одан да осы фразаларды қолданып айтуға болады. Қандай фразалар? Мысалы, қалай, сіз қалыңыз қалай, жағдай қалай, бір сіздің сәттілік, кездескенше, сіз жақта ауа райы қалай, сәт сапар. Жолыңыз болсын. Өте оңай, бірақ күнделікті қолданайтын фразалар. Демек, егер сіз қазақ тілін неден бастауды білмейтін болсаңыз, Анна сізге қарапайым фразалардан бастауға кеңес береді. Ал қазақ тілін оқып жүрген, мүмкін сіз сияқты деңгейдегі оқушыларға, мүмкін сізден жоғары немесе төмен деңгейдегі оқушыларға сіз қандай қолдау сөз білдіресіз? Оларға не айтасыз? Тоқтамайсыз. Тоқтамаңыз. Әртүрлі жағдайлар болады, кейде шаршаймыз, кейде әртүрлі жұмыстарымыз болады. Бала, шаға, тума, туыс. Қазақтарда көп қой ондай нәрсе. Бірақ тоқтамаңыз. Дұрыс айтасыз. Ұялмаңыз, сөйлесуге тырысамыз, өзіңізді әлемге көрсетіңіз. Қандай тамаша сөздер? Ұялмаңыз, тоқтамаңыз, өзіңізді әлемге көрсетіңіз. Бұл сөздерді сіздерге орыстың әп-әдемі ақылды қызы Анна Гельмиярова айтып отыр. Сонымен, құрметті Анна, біздің подкастымызда өз мәресіне жетіп қалды. Сізге көп рахмет, алғыс айтқым келеді. Өйткені өзге тілді айтпай тұрғанда ана тілімізде сөйлеуге қиналып қалатын кездеріміз болады. Ал сіз алғаш осындай үлкен камераға қазақ тілінде сөйлеп отырсыз. Сізге қолдау көрсеткім келеді, және көрермендерден де қолдау сұраймыз, қолдау күтеміз. Міндетті түрде комментарийға жазып, Аннаға жылы тілектеріңізді білдіріп қойыңыздар. Анна жан, сізге көп рахмет. Динара жан, сізге де рахмет айтқым келеді. Келгеніме өте қуаныштымын. Шақырғаныңызға көп рахмет. Келгеніңізге рахмет. Анау Астанадан, суық аяздан. Дәл солай. Сізге жұмысыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Рахмет. Бәрі жақсы болсын.
Әмин, айтқаныңыз келсін. Сонымен құрметті көрермендер, біздің алғашқы подкаст сұхбатымыз соңына жетті. Аптасына бір рет осылайша бізде әртүрлі қызықты бейнебаяндар шығып тұрады. Сіздерден сұрайтыным мынау төмендегі қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар.